Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен мен қалқанша бездің сынуы, яғни зоб ауруы туралы сөйлесеміз. Яғни мен сіздермен қалай емделу туралы тұңба дайындаймыз. Қараңыздар, я? Негізі зоб туралы айтып өтейін мен сіздерге. Зобтың бір атауы, яғни жемсау зоб ауруы. Қалқанша безінің ұлғаюынан пайда болады. Қалқанша безі адамдарда кеңірсіктің алдыңғы қабатында орналасқан болады. Яғни ол мысалға қалай білеміз? Жұтынған кезде қараңыздар, мысалға деп мынандай жер кәдімгі, мынау мойын қабаты бар ғой, кәдімгі мына ісіңкі болады ұлғайған кезде. Ұлғайған кезде мысалға мына қараңыздар, мысалға айтып өтейін, бүйтіп жұтынып жатырмын, дегеніміз менде көрініп тұр ғой, ол уже мынау ісінгеннен кейін сіздің жұтынғаныңызда, басқа, например, тамақ шайнап жұтқаныңызда уже ол көрінбейді. Уже кәдімгі қалқансыма безі, мынау бездері кәдімгідей қалқанша безінің несі ұлғаюы. Уже мен сол айтып жатқан мысалым ше. Бұл ауру тек шығармашылық адамдарда ғана емес, барлық кәсіп иелерінде болады. Оның себебі көбінесе тұқым қуалаушылық, сосын инфекция, сосын ол бірінші очередьте айтып өтейінші, ол нервтен болады. Тұқым қуалаушылық ол екінші. Негізі нервтен көбінесе, барлық ауру нервтен келіп шығады. Әсіресе нервтен болғанда психикалық кәдімгілер қатты жынданып өзін баса алмай қалады ғой. Тура сол кездерде уже неге кеңірдіктің алдында ешқандай ауа жетпей қалады. Кәдімгі біреулер ашуланған кезде ондай жағдай мен өзімде де болған. Қатты балдарым ашуланған кезде кәдімгі көзім ештеңе көрінбейді ғой. Уже кәдімгі ауа жетпей, айналайын, өзіңді бас деп зорға не қылдым ғой. Кейде ондай болады ғой, семьяда балдарды бір-бірімен төбелесіп қалған кезде, ойбай, ал пышақты алыңдар да бір-біріңді қырыңдаршы, ал деймін ғой. Сөйтіп кейін уже жайлап қой, айналайын, өзімді басайыншы дедім мен. Ал, ұрысып қырылысып алыңдаршы деймін да. Сонымен олардың ұрыс керістері тез бітіп қалады болды. Мен уже жайлап көңіл бөлмегеннен кейін. Бұрын көңіл бөліп, өзім нервім шығарып, негізі айтып өтейін, ол тағы да нервтен, психикалық кәдімгідей ойбай айқайлаймыз ғой, бүйтіп ішке сыймай. Тура сол себептерден болады. Ол кезде уже зоб болған кезде адам ағзаның әлсірейді, кәдімгідей әлсіреу болады, шаршау, депрессия, уже орта, ешқандай біреу әңгіме қылып жатыр ма, ешқандай неге қызықпаймыз, қызығушылығымыз жоқ, кәдімгі өмір біз үшін бітіп қалған сияқтыдай болып жүреміз. Мен сіздерге сол зобқа кәдімгідей қандай немен емдейсіз дегенде, мен кәдімгі аспа жаңғақ бар ғой, аспа жаңғақ көктемде піседі ғой, көктемде піскен кезінде уже енді гүлдеген кезін байлаңыздар оны. Гүлдеген кезінде не болып түйеді, гүлдер төгіліп қалады ғой. Сол кезде уже қараңыздар, жаңғақтай, ішінде жер жаңғақ бар ғой, жер жаңғақтай болады. Соны азанғы уақытта екеуден жұтсаңыздар, тек аш қарынға екеуден, бірінші күні екеу, екінші күні үшеу, төртінші күні төртеу, бесінші күні бесеу, алтыншы күні уже қайталаймыз. Алтыншы күні бесеу, бесінші күні төртеу, үшінші күні екеу, екінші күні біреу. Сөйтіп артқа қайтып бітіп емдейміз. Мен әсіресе осы жаңғақтан көп адамға, даже қыздарыма, туған туыстарға, кейін көбінесе клиенттерге де тура солай қылып айтамын, бір дәрі дайындаймын мен. Сосын жаңғақты уже бір ай болады ғой, бір айдан кейін осындай домалақша. Жаңғақ сияқты емес, жаңғақтан уже үлкейеді. Кәдімгі саусақтың несінде, көресіздер ғой, сондай болған кезінде мен аламын оны, аламда келіге майдалап езіп, тек қана суын шығарам.
бір пияла су шыққан болса, бір пияла әсел қосасыздар. Оны бір аптаға тұндырып қоясыздар. Кәдімгі сұйық бір әдемі су болады, істеп көріңіздер. Оны кейін үлкен қасықпен бір аптадан кейін азанда аш қарынға ішіледі. Мен сіздерге айтып өтейін, кәдімгі сонымен мен сіздерге қазір дайындайтынымды үй жағдайында дайындап көрсетемін. Мен сіздерге қалғандарını айтып өттім, Кәні енді жүріңіздер, кухняға барып дайындаймыз. Так, сіздерге жаңа айтқанымдай, жаңғақ, аспазжанға ағаштағы жаңғақ, көк түрі керек бізге, тура осындай көк түрі керек. Мен бұл жерде 30 шақтыдай бар. Мен 1 литрлік банкаға жабып көрсетемін қазір сіздерге. Бізге керек болады 1 литрлік банка. Қараңыздар, біз пышақпен 4-ге бөлесіздер ма, 2-ге бөлесіздер ма, өздеріңіз білесіздер. Тура өйстіп қараңыздар, ішіні. Бода йод, толған йод қазір. Мен оны толтырып алдым. Сосын біз болған оливковое масло қоямыз. Қараңыздар, оливковое маслоны толтырып құюымыз керек. Тура осылай қоямыз, қараңыздар. Бұл кейін мен сіздерге айтайыншы, бұны сразу істетпейміз. Қараңыздар, май, июнь, июль, август, сентябрьда ашамыз бұны. Жақсылап тұрып, бұны сразу закрывашка қоямыз, жауып қоямыз. Кәдімгідей қысқа сақтағандай қылып сақтаймыз ғой бұны. Енді қараңыздар, мен көрсетіп атымын, реңін қараң. Рең кіріп жатыр. Бұны айтқанымдай майда істедік, сентябрьда ашамыз. Ем болсын.